Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмабекова Эльмира Батырхановна, Теміртау жоғары политехникалық колледжінің физика пәні оқытушысы болып табыламын. Сіздердің назарларыңызға виртуалды тақта мүмкіндіктерін қашықтықтан оқыту аясында қолдану атты бейнеролигімді ұсынамын. Аудиториядағы тақта оқытушының адал досы және көмекшісі болып табылады. Бірақ пандемияға байланысты қашықтан оқытуға көшу барысында көптеген оқытушылар осы досынан айырылғаны рас. Бұл тығырықтан шығудың бірден бір жолы келесі материалда көрсетілген. Әрине, дәл осындай ой барлығымызға да келуі мүмкін. Бірақ интернет технологияларының дамыған заманында өз денсаулығыңызды қатерге тігіп, карантин шараларын бұзудың ешқандай да қажеттілігі жоқ. Бар болғаны сізге керегі персоналдық компьютер және интернет желісі болып табылады. Үйден шықпай-ақ виртуалды тақталардың көмегімен өте қызықты да әсерлі сабақтарды өткізуге әбден мүмкін. Сондай виртуалды тақталардың мүмкіндіктерін сіздерге көрсете кетейін. Бүгінгі таңда виртуалдық тақталардың сан алуан түрлері бар. Соның ішінде өзімнің іс тәжірибемді сүйіп қолданатын платформам ол Mira.com сайты. Виртуалды тақтаға алғаш кірген кезде міндетті түрде тіркелу қажет. Тіркелгеннен кейін тегін пакет аясында саны шектеусіз сабақтар жасап, 100 студентке дейін сабағыңызға кіргізуге болады. Интерфейсі ағылшын тілінде болғанына қарамастан түсінуге жеңіл, әрі қолдануға ыңғайлы. Тақта кеңістігі де шексіз. Өз ыңғайыңызға қарай үлкейте немесе кішірейте аласыз. Mira.com виртуалдық тақтасында көптеген медиа файлдарды, YouTube бейнероликтерін, Google Drive құжаттарын, бейне, аудио, фото материалдарды, Office немесе PDF форматтағы құжаттарды жүктеуге, маңызды ақпараттарды түрлі түсті маркерлермен және жапсырмалармен, сондай-ақ геометриялық пішіндермен және байланыстармен бөліп көрсетуге, пікірлер қосу арқылы нақты уақыт режимінде тапсырмаларды талқылауға, топпен кез келген жоба бойынша бірлесе отырып жұмыс жасауға, мәтіндік, дыбыстық және бейне чат жүргізуге, тақтадағы ақпаратпен басқа да вебинарларда бөлісуге, тақтадағы мәліметтердің өзгеруі туралы және кімнің өзгеріс енгізгені туралы ақпаратты электрондық поштаға хабарлама ретінде алуға болады. Осының барлығы тегін пакет аясында қолжетімді болып табылады. Аталып отырған виртуалдық тақтаның ең бір маңызды ерекшелігі де осы болып табылады. Виртуалды тақта студенттерді ынталандыруда, назарларын сабақта ұстап тұруда таптырмайтын құрал. Сол себепті мұндай сабақтар нәтижелі болары сөзсіз. Карантин режимін сақтайық. Назарларыңызға рахмет.